Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге орыс тілінен қазақ тіліне қалай аударамыз, жалғыз орыс тіл емес, вообще кез келген тілден қазақ тіліне қалай аударамыз. Сол туралы қандай сайттар бар көреміз. Ендеше каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Так, бірінші мен көп жақсы қолданатын сайтым ол сөздік KZ деп аталады. Давайте көрейік. Сөздік KZ-тің бір жақсы жері сіздерге кез келген сөздің бірнеше вариантын мысалдармен келтіріп береді. Осыны қолдансаңыздар болады. Егер аударма мамандығында оқысаңыз, басқа да осындай бір орысша сөздерді аудара алмай жатамыз ғой. Әптен СССР мемлекетінде, СНГ мемлекетінде өскен үлкен кісілер бізде кейбір сөздерді қалып қояды. Менде де әлі күнге дейін қалып қояды. Сондықтан кейбір сөздерді бір қазақша жазайын деген кезде, контент немесе сөйлейін деген кезде әрине кетіп қалып жатады. Ол енді әдетке айналып кеткен. Сондықтан давайте бір, например, секрет деген сөзді көрейік. Секрет деген сөзді бізде қандай болжам бар? Секрет деген құпия деген сияқты, та қандай да бір синоним, мысалы жетпей тұрады. Сондай кезде секрет деп жазамыз. И мына жерде бізге мысалдар келтіреді. Банковский секрет, банк құпиясы деген сияқты. Мына жерде осындай секрет дегенді тағы да жасырын деген мағына білдіреді екен, көрдіңіздер. Сіз енді бір контент құрған кезде, немесе біреумен сөйлеген кезде осындай терминдерді пайдалансаңыздар өте зор. Енді Google переводчиктің өзін, мына жерде переводчигін көрейік. Google переводчиктің бұл жерге де секрет деп жазып көрейік. Секрет қазақша құпия, көрдіңіздер, вариант бермейді, просто осындай барады. Сосын тағы бізде Яндекс, енді біз атақтыларын көрсетіп жатырмын. Яндекс переводчик дейік. Переводчик. Давайте кіріп көрейік. Яндексте не бар екен? Ол жерге де секрет деп жазайық. Так, секрет русского қазақша тоже құпия. Басқа вариант жоқ, көрдіңіздер, өте ыңғайсыз. Бұлай енді нақты асығыс болған кезде соткамен, ұялы телефоныңызбен қарасаңыздар болады, өте. Ал негізі болса приложениясын орнатып алсаңыздар, бар болу керек, қателеспесем. Мысалы осындай сайтқа кіріп, осылай жазсаңыздар, кез келген сөз жазсаңыздар, өте дамыған мысалдарымен осылай шығарып береді. Ең басты сізге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет.